кішкентай кезімнен сахнаның шымылдығына айналып өстім десем болады. Менің әкем де, анам да өнер адамдары. Сахнаның өзі бір мені баурады, мен оған көндім, сендім, арманым деп шештім. Оқуды бітіре салысымен мен біраз жыл театрда актер болып жұмыс істедім. Оған дейін де дубляжға қатты қызатын. Арнайы Диснейдің аттестациясын өткеннен кейін маған режиссер ретінде фильмдерді сеніп тапсыратын болды. Және алғашқы жобам менің «Галактика сақшылары 2» болатын. Болды, жақсы болады. Я оны жерге түсір. Ей, оны жібер! Жібер кәне, тез! Жүрегімді ұшырдың ғой! Клише ғой. Айғайлап режиссерларға, актерларға бақыт беріп отыру деген ол да ескірген мектеп. Қазір адамның жүрегіндегі ерекше ноталарды, ерекше ырғақты табу үшін ол жүрегіңді ашу керек екен. Ол өте маңызды. Олар оркестр болса, мен сол жерде дирижер болып, олардың қатты сөйлеген кезінде қолымды жоғары көтеріп, олар ақырын сөйлеген кезінде олар менің қолымды түсіріп, олар ақырын сөйлеп, сондай бір ерекшелік тапқан болатын. Біз ешкімге еш нәрсені оқытпаймыз, ешкімге еш нәрсе үйретпейміз. Біз тек бір дарынды адамдардың ойлап тапқан көркем әдеби туындысын қазақ тілде жеткізу біздің мақсатымыз. Мен өзімнің ағамның 5 баласы бар. Қайсы бір фильмді дыбыстамай ақсақ, соның мен жаңағы дискісін алып келіп үйге көрсетіп, балалармен бірге көрем. Және балаларын сұрайым, не болды, не түсіндіңдер деп. Түгелдей сюжетті маған түсіндіріп берді. Жанына шыған жерлерін айтты. Фильмнің желісі бойынша берілген атмосфера балалардың өміріне және олардың ойына айналып кетті. Фильм түгелдей өзінің мақсатын атқарды. Және оған көмектескен кәсіби дубляж. Кейбір кезде өте көп жобаларды алып қоятын кезеңдерім болады. Кешке төсекте жатып ойлайсың, өзім еш нәрсеге үлгермеймін ғой, мен басым істемейді, неге осының бәріне келісім бердім дейсің. Бірақ соның барлығын аяқтап біткеннен кейін өз жұмысыңа риза болып, бақытты болып отырасың. Өз елімнен ешқашан кетпеспін. Өйткені бұл менің отбасым біріншіден. Ал Лило Местичтегідей отбасы бір-бірін тастамайды, білесіз ғой.